Ақтауда облыс бойынша мамандандырылған ауданаралық әкімшілік сот ашылды. Жаңадан құрылған сотта жеке азаматтар, бизнестің әкімшілік органдар арасындағы даулар қаралатын болады. Ал судьялар жаңа әкімшілік рәсімдік процесстік кодекстің ережелеріне сәйкес іс жүргізеді. Жаңа ғимаратта азаматтарды қабылдау, кеңес беру қызметін көрсететін фронт офис, күту залы, техникалық құралдармен жабдықталған 4 сот залы бар. Төрелік, өтініш жүйелері мен сот кабинеті сервисі қосылған. Азаматтарға онлайн және офлайн қызмет көрсету ыңғайлығы да қарастырылған. Айта кетейін, мамандандырылған ауданаралық әкімшілік соты ел президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың жарлығымен құрылды. Сот жүйесіндегі реформалардың жүріп жатқаны бәрілеріңізге белгілі, бірақ осы реформаның айрықша орны бар. Әрине, сотқа келген халық мемлекетпен немесе мемлекеттік органмен лауазымды тұлғалармен соттасқан кезде өздерінің жеңетіндігіне күмәнмен қарайтын. Ал қазіргі мына әкімшілік соттың қағидаттары негізінде сот ол әлсіз халыққа, яғни әлсіз жаққа көмектесуге тырысады. Бұл кодекстің бір ерекшелігі, бұл халықтың тыңдалу құқығы пайда болады. Өздеріңізге белгілі азаматтардың өтініштерін қарау тәртіп туралы және де әкімшілік рәсімдер туралы заңдар күшін жояды міне бүгіннен бастап. Барлығы да осы кодекстің аясында қаралады, шешіледі.